бір оқушы жылап отыр. Бірінші сыныпта енді алдына барып, "Что случилось?" десем, "Менің миым ашып кетті." Сабақ өтіп жатқанда біз оқушыларды топтарға бөлеміз ғой. Сөйтіп оқушыларды екі топқа бөлем деп, міндеттерін бөліп беріп жатырмын. Сен спикер боласың, сен таймкипер боласың десем, бір оқушы, мен орыс класстарында сабақ беремін да, бір оқушым, "А можно я буду учителем?" дейді. "А, хорошо, а что ты будешь делать?" десем, "Точно так же, как и вы, ничего не буду делать. Буду распределять и сидеть, кайфовать" дейді ғой маған. Бірде бір оқушымыз бар, бітіріп кетті. Шулай берді, сонымен, "Нариман, я сейчас себя выгоню" десем, "Я и так сейчас уволюсь с вашего урока" деп шығып кетті сабақтан. Тағы да бір оқиға бар, әріптерді үйретіп жатырмын. Сонымен "е" әрпі бар емес пе қазақша, соны ағылшын тілінде "и" дейді ғой. "И" деп үйретіп жатырмыз. Бір оқушы жылап отыр. Бірінші сыныпта енді алдына барып, "Что случилось?" десем, "Менің миым ашып кетті. Мынаны қазақ тілі апай "е" деп айтады, сіз "и" деп айтасыз. Өздерің бірінші үйреніп алыңдар, сосын маған айтасыңдар" дейді ғой. Бір күні оқушы болсам, азанмен келіп, мұғалім шамалы кешігіп жатса деп представить етейік та, мұғалімнің орнына отырып алып, сабақ бастай беретін едім. Егер мұғалім болмасам, бәлкім режиссер болатын едім. Себебі біздің жұмысымыз өзі бір театр ғой. Күнде жазып жатқан қамажыларымыз ол сценарий, оқушыларымыз басты кейіпкерлер, ал біз режиссер. Ұлы құндылық деп айта аламын. Әлемнің барлығын ұстаздық тәрбиелейді.